Бүгін сіздермен баламның туған күніне 1 сағатта пісірген молочный девочка тортының рецептімен бөлісемін. Алдымен каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Құрғақ отызымызға 3 жұмыртқамызды саламыз. Үстіне сгущенкамызды құямыз 1 банка. Және ұнымызды, қопсытқышымызды саламыз. Енді миксермен жақсылап біркелкі қылып араластырып аламыз. Пергамент қағазымызға осылай кольцо формамызды қойып, ішіне 3 ас қасықтан салып, осылай видеодағыдай тегістеп жағып шығамыз. Қызып тұрған пеште 5 минуттан каждый коржды пісіріп аламыз. Енді кремін дайындаймыз. Сливкемізге қант ұнтағын салып, қою болғанша миксерлеп аламыз. Осылай кольцомыздың ішіне корждарымызды жинаймыз. Барынша кремін мол қылып жағыңыздар, себебі корж өзіне кремін сіңіреді ғой. Сол үшін барынша молдау қылып жағыңыздар кремін. Барлық корждарымды осылай жинақтап алдым. Мен ешқандай пропиткаға қоймадым, себебі менде уақыт болған жоқ. Сол үшін жасап, сразу жеп алдық. Енді сыртына бөлек обтяжкасын дайындаймыз. Сыртын қаптауға 100 грамм жұмсақ бөлме температурасындағы сары майымызға 100 грамм қант ұнтағын қосып, жақсылап тұрып миксерлейміз. Қараңыздар, майды миксерлегенде прям көтерілді кәдімгідей. Енді үстіне творожный сырымызды салып, тағы да жақсылап тұрып миксерлеп аламыз. Мінекей сыртқы обтяжкамызға жағатын креміміз дайын болды. Енді сыртына жағып, жақсылап тегістеп аламыз. Қалған кремімізге кез келген қолыңызда бір красительді қосып, торттың сыртын осылай сәндесеңіздер болады. Менде ер бала болғандықтан көк цветті қолдандым. Осылай жақсылап араластырып аламыз да, кондитерлік қалташаға салып, торттың сыртын әсемдейміз. Шоколадты ыстық суға ертіп алып, бетіне осылай жағып шықтым. Егер сіздерге каналым ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Подписка жасауды ұмытпаңыздар. Осымен тортымыз дайын. Міндетті түрде дайындап көріңіздер.